Muhamмад саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде туылды, пайғамбарчылық берілді, қыдырбаған, тақылдатпаған, кірбеген, бір үй қалған емес, жолықпаған бір адам қалған емес. Барып шақыру, сахабалар, бұлар үйме үй қыдыру бұл жақта тұрсын, көчөмө көчө, айылма айыл, о район, о бұлайс, мамлекет мамлекеттен, материктен материкке шейін қыдырышты бұлар. Анан кандай эле мына үй кыдыруулар бир Индия, Пакистандын сүннөтү болуп калыптыр. Алла Тааланын буйругу. Бардык пайгамбарлардын сүннөтү. Бул бардык сүннөттөрдүн эшигин ача турган сүннөт. Сүннөттөрдүн короли десем болот да. Азыр бири-бирин жакшылыкка чакырбай калган билесиз да. Кошунага кирбей калган билесиз да. Бишкектилер жакшы эле түшүнөт да. Айылдагы дагы алхамдулилла кичине бул маданият, баглуулук калган. Алар деле азайып кеттир. Бири-бирине мен баяндай, ошон үчүн мурда береке бар эле. Бири-бирин зыярат кылгандарда. Элибизге пайда, унутпайлы эч качан. Мамлекетибизге пайда, динге зыян болбой турган нерселерди кабыл алыш керек.